2022 жылғы көкектің ортасында Юпитер таң алдында шыға бастайды да 4 планета таңғы аспанда сап түзейді. Көкектің соңғы аптасында Юпитер күн шыққанша көкжиектен біршама көтеріліп, оны бақылау оңайлайды. Аспандағы ең жарғы 2 планета Юпитер мен Шолпан 30-шы көкекте өте жақындасады. Жақын қосылыс кезінде олардың ара қашықтығы 13 бұрыштық минут болмақ. Әрине, планеталар ғарышта бір-бірінен алшақ орналасқан. Олардың аспанда бір-біріне жақын немесе алыс сияқты болып көрінуіне көзқарас бұрышымыздың өзгеруі себеп. 2020 жылдың соңындағы Юпитер мен Сатурнның 6 минуттық ұлы қосылысымен салыстырғанда бұл тоғысу соншалықты жақын емес. Бірақ бәрібір өте әсерлі оқиға. Сондықтан 30-шы көкек пен 1 мамыр күндері таңда жарқыраған екі ғаламшардың тоғысуын тамашалауға тырысыңыз.